Қонаққа бізге әжелеріміз келеді, аналарымыз келеді. Сол кісілер бізге қазақтың ұлттық киім жайлы айтып береді. Жақсы ма? Сендер қонақ келгенде әжемізді, анамызды дұрыстап тыңдап алыңдар. Естеріне сақтап алыңдар. Келістік пе? Сіздер ме? Сәлемет сіздер ме? Келді екі әже. Сіздерді құттықтаймын. Бүгін мейрам сіздің сәлеміңізге, иә? Қандай тамаша киім киіп келгенсіңдер. Әжелер де күшті киім киіп келген. Сендер де. Енді сіздің қолыңыздағы киімдермен таныстырасыз ба сіз? Мынау ер азаматтың несі, киімі, мынау тұрған қалпағы жоғарыда. Ер азаматтар қалпақ киіп, қыз барған жерінде ақ орамал таққан. Келем олдарға. Мінеки. Мынау немене? Қамзол деймін? Иә, бұл қамзол. Қамзол, мінеки. Басында қандай мінеки тақиясы бар, иә? Қазақша ою өрнегімен, иә? Айтайын, біздің қазақтар ерекше қыз баланы, ерекше қасиетпен, ерекше сыйлаған. Әр отбасы қызын етегі бар көйлек кигізіп, мінеки мынау сияқты несі. Сосын 15-16 жасқа келгенше басына тиме-тимен үкігізді. Міне бүгін бізде бұл арыстан. Арыстанның киімін көрдіңіздер ме? Қандай ерекше әдемі киім. Қане арыстан кел ортаға қарай кел, балаларға көрсет. Міне қараңыздар. Бұл бізде батыр жігіттің киімі деп аталады. Батырдың киімі көрдіңіздер ме? Міне мына жерде үкісі бар. Міне мына жерде оюларын қараңыздар. Қандай әдемі көмкерілген. Міне жерде тастармен әдемі безендірілген. Және міне қараңыздар. Мына оның тақиясы міне. Міне осындай бұл бізде ер баланың батыр. Бізбен бөліскен ілімдеріңіз бізге үлкен өмірлік сабақ болады, иә балалар? Ал ендеше балалар, біз әжелерімізді шарт салмас бұрын, әжелерімізбен бірге дастарханнан дәм татайық, жақсы ма? Сосын дәстүрлері көптен күткен халқымыздың асыл арман еді берекелі қазақ жері ел мерекелі дәстүрлерін жоғалтпаған қазағым бұл ежелгі